Армысыздар Ақылия бағдарламасының көрермендері. Бізде бүгін ерекше сұхбат. Ерекше дейтін себебіміз мына қазақ әдебиетінде, қазақ руханиятында көп біз бағасын білмей жүрген, өте бір тереңдік пен биіктік саналатын тұлғалар көпшілік. Соның бірі және бірегейі әрине Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ендеше біз бүгінгі сұхбатымызды Шәкәрім атамыздың мынандай бір сөздерін дәйек келтіре отырып айтқымыз келеді. Жанға көнсең, жан иесі тәңірге де көнгенім. Ендеше осы бүгінгі бізде сұхбатты өрбітетін белгілі ғалым Омар Жәлелұлы ағамыз. Аға, енді әуелі мынаны айтсақ. Шәкәрім өлеңдерінде осы шын деген түсінік, өте категориялар өте көп. Шын деген түсінік көп кезігеді. Әуелі осы түсінікке тоқталып кетсеңіз, тақырыпты ашу үшін. Өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Жалпы қазақтың сөздік қорында шын деген бар, сол шындық деген бар. Шынымен де осы екеуі бір сөз бе, әлде екеуінің ара жігі көтере салмағына келетін болсақ, шын деген сөз, егер біз оны аударатын болсақ, ол ақиқат деген мағына береді екен де. Ал шындық дегеніміз, ол орыс тілінде правда деген сөз бар. Правда дейді, мысалы шындықты айтуға болады. Бірақ шынды айтуға болмайды екен. Өйткені қазақ айтады, жаман дейді, шынын айтам деп сырын айтады дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, шын деген сөзге кім ақиқат ретінде Шәкәрім қандай реңк беріп отыр дегенде, Шәкәрім шынды Құдай деп алады. Мысалы, Шәкәрімнің өлеңі бар атақты. Шыннан өзге Құдай жоқ дейді. Анық Құдай, шын Құдай. Ұқпай қалма алаң боп, шын болмаса, кім Құдай дейді. Сонда қарасаңыздар, мынау біздің жанымыз Құдайдың жаратқан жаны. Ол өзі шындықтан жаратылған. Ол шыннан жаратылған. Құдай деген өзі шын екен де, біздің жанымызда сол шыннан жаратылған жанымыз өз сол шынын іздейді екен ғой. Өзінің шындығын іздейді, өзінің шынын іздейді. Сонда біздің бойымызда бір шындыққа деген, бір шынға деген бітпейтін бір ұмтылыс, шындықты аңсау, шынды аңсау деген бір жанымыздың бір ғажайып бір көксеуі бар шындықты. Сонда қазіргі кездегі көп адамдар бар, мысалы, осы шын үшін, шын айтам дейді ғой, шын үшін өзінің мынау нәпсінің қалауларынан бас тартып, нәпсінің қалауларын ойланбай құрбандыққа шығатын адамдар бар. Мысалы, біздің Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Мағжан Жұмабай, басқа да осы біздің алаш арыстарының барлығы сол шын үшін. Яғни Шәкәрім, мысалы Шәкәрім тіпті сол шын үшін өзінің Құдайды шын деп қабылдаған үшін тіпті өзінің елінен безіп, комфорттан безіп, саят қорада жаңылсыз өмір сүрді. Сол шынды жазып кету үшін. Өйткені оны шынды табу өте оңай емес, неге? Өйткені оған таза ой керек қой. Сонда Шәкәрім айтады, біреулер мені саят қораға неге кеткенін түсіндіреді, біреулер қатыннан безді дейді, Толстой сияқты қаңғырып өледі дейді. Біреулер аңғымар болып кетті дейді, біреулер елден безіп кетті дейді. Жоқ дейді, бұның біреу дұрыс емес дейді. Бұның негізгі себебі дейді, үйде отырып таза ой ойлай алмас басым дейді. Сонда мынау таза ой дегеніміз сол шынды табатын тек қана таза ой екен ғой. Сонда Шәкәрім кейінен айтады, дін тазасын, яғни шын дінді, шын деген он бар Шәкәрімнен. Дін тазасын дейді, шала дінде таппас, пәнде таппас, дін тазасын ойда бар дейді. Еркін ақыл тіпті адаспас, кессе кірсі жарқырап дейді. Жақсы. Енді жаңа өзіңіз айтыңыз, іздеу деген түсінік. Қазіргі адамдар, бәр адам, кезген адам болсын, біраз іздейді. Жүрегіне тыныштық, жағына тыныштық іздейді. Біреу оны бақтан тапқысы келеді, біреу оны байлықтан тапқысы келеді. Бірақ қажет айтқанмен де көп адамның ішінде бір тынышсыздық бар. Бірақ қарап отырсақ, осындай тұлғалар да бар, осындай бір тыныштыққа жете алған. Шәкәрімше бұл қандай тыныштық? Бұл не? Бұл шындықты табу үшін адам өзінің Құдайын табу керек. Яғни жарында, оны жар деп айтады қазақ философиясында. Мысалы, Абай оны шын дос дейді.
шын дос. Сонда бізде шын дос бар екен де, бізде қазіргі өмірде сосын мынау қалай айтсам, шын емес достар бар екен. Біз олар шын деп ойлаймыз, бірақ олар шынымен шын емес олар. Олардың шын емес екендігінің критерийі олар бізді тастап кетеді. Сеніп жүрген, абайда ол сеніп жүрген дәуренімде жалған болса дейді. Олар жалғандық сонда олар. Олар ертең бізбен ахиретке қарай өтпейді деп тұр. Сонда оларды шалақын айтады ғой. Шалақын айтады оларды. Дүние дейді. Дүние бізге дос болмайды дейді. Неге өйткені шалақын айтады. Қалай түсіндіреді? Көп адамдар қазіргі кездегі сол абайдағы дүние дос ұғымын ала алмай жатыр ғой. Неге өйткені қазір көп адамдар шын дос пен жалған досты айыра алмайды. Және олар жаңағы тексті бұрмалап, мәтінді бұрмалап, жаңа дүние дос деген ұғымды олар дүние бос деп алып жүр. Ол тіпті неге абсурд жағдайға түсіп кетіп жатырмыз. Дүние шынында бос болмайды ғой. Сонда шалақын айтады ғой. Дүние деген шолақ депті. Жан дүниеге қонақ депті. Ахирет деген бір киім, әкеттерің солақ депті. Дүние деген осы. Ешкімнің емес досы. Болар еді досы, аумаса егер қосы дейді. Сонда қос деген ұғым, мынау жылқы баққан қазақ біледі. Сол жылқысылар сол қосын арқылап жүреді екен. Қос деген сол, екі керегенің басын қоса салатын бір. 2-4-5 уықтың басын қоса салатын, үстінен жаңағы кигіз жаба салатын уақытша некен күрке. Бірақ қатты жел соққанда ол құлап қалады екен. Сонда осы дүниеге сенген адам дейді, тура сондай ситуацияға түседі дейді. Осы сен осы дүниені өзіңе пана тұтып, осы дүниені өзіңе арқаланып, осы дүниені шын деп ойлаған адам дейді. Ол осындай жағдайға түседі дейді. Неге? Ертең қабірге ары қарай бұл дүние сенімен өтпейді дейді. Сондан шынды табу, яғни Құдайды табу, абай айтқан шынды досты табу, ол адам үшін өте маңызды сұрақ. Кім өзінің шынын таба алмаса, яғни Құдайын таба алмаса, ол шынмендегі өкінішті жағдайда. Неге? Өйткені біріншіден осы өмірге келген мақсатын орындай алмайды. Екіншіден ахиретте шәкәрім айтады ғой, жанбан отқан шырылдап дейді. Осында отқа тозақ дейді бе, енді әйтеуір адамдардың түсіну үшін айтылған нәрсе, тура сондай емес. Бірақ шәкәрім айтады, бір анық нәрсе бар дейді. Мынау өзінің жанын таныған, жан арқылы шынын таныған адамға өлшеусіз рахат бар дейді. Ал енді өз жанын танымаған, осы жалған дүниеге алданып, тән үшін өмір сүрген адамға бір битін азап бар екен. Уақыт нәрсе дейді. Енді мына шәкәрім шығармашылығында жыл абайда да бар, түп мақсатын, түп иесін көрсемей бола ма екен? Түп деген түсінік бар. Осы түсінікке бір тоқталып кетсеңіз. Енді мынау өзі осы әлемдегі нәрселер екіге бөлінеді. Түпті және түпсіз деп. Бәрекелді. Түпсіз нәрсе бұл дүние түпсіз. Неге? Өйткені дүниенің соңына жете алмайсың. Және де түпсіздің соңына түскен адам құр алақанға айтады да. Өйткені түпсізден тек түбіне түсіп кетесің. Арыға кете бересің, бірақ шәкәрім айтады ғой, ол болмайтын, толмайтын нәрсе дейді. Сонда шәкәрім айтады, болмасқа, толмасқа ындыныңды салма дейді. Сонда ал түпті дегеніміз, ол белгілі бір негіз бар. Түбі бар оның. Ол міндетті түрде сен түптіге ұмтылсаң, міндетті түрде одан сен байып, рухани байып, бұл дүниеде ғана емес, о дүниеде рухани байып, олжаға кенелесін деп тұрды шәкәрім. Соны шәкәрім айтады, түптіге ұмтыл дейді. Яғни шәкәрімнің ұғымында бұл Құдай. Түптіге ұмтыл дейді. Тұрақты істерді қыл дейді. Тәуекел деп өзіңе сөйтіп сыйын дейді. Өзіңе сыйын дейді. Сонда қазіргі кездегі шын мәнінде көп адамдар Құдайды көктен, жерден, немесе мешіттен, немесе басқа жерлерден іздейді. Шынында шәкәрім айтады, Құдайды танитын, Құдайға апаратын жалғыз жол бар, ол өзінің жаныңды тану дейді. Сон шәкәрім айтады, жанға көнсем дейді, жан иесі тәңірге де көнгенім дейді. Таймай өлсем, жолым осы, нәпсі қалсын зар жылап дейді. Сонда қарап отырсаңыздар, мынау
адам қазір неге адамдар мысалы мынау бизнесте болсын, кәсіпте болсын, неге бір жетістікке жете алмайды? Өйткені олар өздеріне сенбейді. Өздеріне сенбек түгілі шын өзінің кім екендігін білмейді. Сонда Шәкәрім айтып отыр, ең бірінші дейді, сен өзіңді айырып ал дейді. Ал көп адамдар мынау дененің жаны бар ғой, ертең денемен бірге өліп жоғалатын. Соны өзім деп ойлайды, нәпсіні. Дененің жаны, нәпсіні. Ал шынында Шәкәрім айтады, осыны айырып алыңдар дейді, айтады. Анық қара дейді, жан өзің дейді. Дене киім. Мақтан бояу денеге берген сый. Мақтан бояу. Яғни мынау дүниедегі істерінің бәрі өзі мақтан бояуда. Сен карьераң, тапқан ақшаң, тұрған үйің, мынау осының бәрі мал, Абай айтқандай мал, мақтан, ғиззат, құрмет. Бұлар бояу екен ғой. Бұл бояу деген не? Өткінші. Ол өзі. Ал сіз ойлаңыз, қандай өкініш? Сен бүкіл күш қуатыңды өткіш нәрсе жұмсасаң. Сонда айтып отыр ғой. Анық қара жан өзің, дене киім дейді. Ертең денең шешіп кетесің ақиретке өткенде. Сонда айтады, анық қара жан өзің, дене киім, мақтан бояу денеге берген сыйын. Денеге берген сыйын. Жан үшін емес. Бұл алдауың жанға азық емес. Оған пайда не қылдың, жалғыз тиын дейді. Сонда шын дін деген ұғым бар Шәкәрімде. Шын дінді қала адамды қалай табады дегенде, Шәкәрім айтады, ол үшін дейді, өзің жанын тануың керек дейді. Жанға, өйткені жаныңды танымай, жаныңның қалауын таппай, сен Құдайды танымайсың деп отыр ғой. Сонда шынды білмек болсаң егер, шынды білмек яғни Құдай деген сөз, шынды білмек болсаң егер, ең әуелі жанды біл. Ең керекті 3 сұрақпен жан құлағын бұрап қой. Келдім қайдан? Қайтсем пайдам? Өлгеннен соң не болам? Жан деген мен, ақыл айнам, жоғалама сол шынақ дейді. Сонда осындай фундаменталды мәселелерді шешіп алуымыз керек те, біз өзіміз үшін. Неге өйткені неліктен осы өмірдегі бүкіл зұлымдық, мынау жасалып жатқан қиянат, төгілген көз жас, жетімнің көз жасы, жесір қалған ана, коррупция, осының бәрінің негізінде мынау адамдардың өзінің жанын танымау жатыр да. Өйткені өзінің жанын таныған адам ешқашанда жаңағыдай өзінің жанын ластамаушы еді. Дененің айтқанына еріп. Сонда Шәкәрім айтады ғой, ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр дейді. Сөйтіп мынау ақыл деген ұғымның өзін біз көбінесе жанынан бөлек қарастырамыз да. Ол да біздің таным түсінігіміздің тайыздығынан. Шынымен де жан денеге кірген кезде ақыл қоса кірген екен ғой. Біздің жанымыз ол әуелден ақылды. Ол Шәкәрім айтады, жаңағыдай біреулерден дейді, жаңағыдай сұрасаң ақыл жаңағы жан қашан кіреді адам? Ол кейін кіреді деп айтады, жоқ дейді. Ол ақылды жан дейді, әуелден ақылды дейді. Сонда бірақ адамдар соны білмейді дейді. Өзінің жанының ақылды екенін дейді. Сонда Шәкәрім айтады. Ал енді ой, ол ақылдың шолғыншысы. Сонда Шәкәрім айтады, ойды қайдан алғанын адам өзі сезбейді. Жанның айдап салғанын сезбесе де іздейді дейді. Неге бізге тыныштық жоқ? Өйткені жан өзінің жаңағы ақылы арқылы ақылды жан, ал ақылды жанды рух деп атайды. Міне қараңыздар, ақылды жанды рух деп атайды. Ол өзінің азығын іздейді. Көп адамдар өзінің жанын танымағаннан кейін жанын тыныштандыру үшін Америкаға барады. Өзіңіз барып келдіңіз мысалы. Англияға барады. Кореяға кетіп жатыр көп адамдар. Жан тыныштығын табамын деп. Жоқ. Бәрі тыныштық жоқ. Неге? Өйткені Құранда айтады, қашан дейді, Құдай, яғни Алла Тағала сендердің жүректеріңе орнамайынша сендерге тыныштық жоқ дейді. Ал көп адам Құдай деген не екенін білмейді. Көп адамдар Құдай алсын Шәкәрім ашады. Шыннан өзге Құдай жоқ дейді. Анық Құдай, шын Құдай. Ұқпай қалма алаң болып. Шын болмаса кім Құдай? Сонда көп адамдар қазір кезде көп адамдар көзде шынды айтатын болсын, олар айтады, олар мындай не жасайды, сілтеме жасайды. Ол бұрын болған ол. Ол өтіп кетті ол заман. Қазір заман басқа дейді. Немесе біреулер жоқ, ол
қазір болмайды, ол шын. Ол кейін болады дейді, болашақта болады дейді. А сонда Шәкәрім айтады, бүгін шын бар дейді. Бұрын шын бар. Ертең шын бар, үш бөлек. Керек жоқ бұлардың. Бұзылмайтын шын керек дейді. Сонда біздің қазір кездегі мынау асымыздағы табан тірейтін жалғыз тиянағымыз ол Құдайда. Неге? Өйткені Абай айтады ғой, жоқ тумақ, жас қартаймақ, туған өлмек. Бір Құдайдың басқаны бәрі өзгермек дейді. Мынау өзгерістер заманында, өзгеріп жатқан, күн сайын өзгеріп жатқан заманда өзгермей қалу, өзінің шын иманын сақтап қалу, шын ниетіңді сақтап қалу, шын ақылыңды сақтап қалу. Сол сияқты шын ақыл, яғни таза ақыл арқылы шын дінді табу, бұл оңай шаруа емес. Әрине. Сонда қазіргі кезде көп адамдар дінді жамандап жатыр, мысалы. Көп адамдар діннен безіп жатыр, діннен шошынып жатыр. Шынымен де бұған діннің кінәсі бар ма деген сұрақ туады да, діннің кінәсі жоқ екен. Қазақ айтады ғой әлгі, жібекті түте алмаған жүн өтеді, келінді күте алмаған күн өтеді дейді. Біз дін ұстай алмай отырмыз ғой. Мысалы, Сұлтанмахмұттың өлеңін жақында мен бір досым жіберді. Бұл қалай сонда? Сұлтанмахмұт өзі медреседе оқыған дейді. Ол қалай мысалы бұл дінді жоққа шығарып жатыр? Сонда Сұлтанмахмұт, дін деген ол өтірікке нану деген дейді. Ол бар хор қызын құшу деген дейді мысалы. Сөйтсе ол Сұлтанмахмұт ол қандай дінді жоққа шығарып отыр? Ол өтірік дінді жоққа шығарып отыр. Шын дінде емес, жалғандыққа құрылған. Мынау адамдар жаңағыдай Шәкәрім айтады ғой. Сіз бояулы дін деген ұғым бар екен қазақта. Сіз бояулы дін тұтасыз. Қараңыздар, бояулы дін деген не? Мынау адамның дінді шын ақылмен таппай, өзінің нәпсісімен тапқан дінді, ал нәпсі өзі бояулы болғаннан кейін, өзі өткінші болғаннан кейін, оның тапқан діні де өткінші екен ғой. Сонда Сұлтанмахмұт деді, сіз бояулы дін тұтасыз дейді. Мақтаның мен пайда үшін сөз. Қазіргі кезде бір сөз бар ғой, батыстан шыққан сөз. Миллионер болған кесе бизнеспен алыс, миллиардер болған кесе жаңа дін ойлап тап дейді. Рас. Көп, көрдіңіз бе? Сонда қазіргі кезде көп жағдайда сол кезде батыстағылар айтып отыр қазір. Мынау қаптап кеткен біздегі негізгі діндердің жаңағыдай халықтың басын олап атқан діндердің негізінде түбінде ақша жатыр да. Яғни бояулы дін да ол. Ол нәпсани дін. Сонда Шәкәрім осыны пердені ашып отыр да, пердесін жұлып алып отыр. Сіз бояулы дін тұтасыз дейді. Яғни кез келген шын ақылмен таппаған дін дейді, ол бояулы дін болады екен ғой. Бояулы дінді ұстанған адам міндетті түрде жынданады. Дұрыс. Өйткені мына дүние адамды жындандырмай қоймайды өзі. Сонда Шәкәрім айтады, сіз бояулы дін тұтасыз, мақтаның мен пайда үшін дейді. Сусыным деп у жұтасыз, кетпегейсіз бір құлап дейді. Сонда қазір кездегі Шәкәрім неге актуалды деген кезде Шәкәрім айтады, біз Құдайды тану үшін дейді, бірінші жанымыздан тануымыз керек дейді. Жанның басты қасиеті ол ақыл дейді. Енді ол ақыл екі түрлі болады екен. Таза ақыл, жан өзін танып, мына өзінің мейманханасы, өзінің сауыты, тәнді басқарып, соны билеп, төстеп. Ақыл, жан ақылға бағынып, тән жанға бағынып, сонда бір дұрыс иерархияға түзген кезде, бұл жанымыздың, яғни ақылды жанның керемет мүмкіндіктері ашылады екен ғой. Айтады ғой, Шәкәрім айтады. А бізде керісінше қазір кезде біздің ақылымыз жанды қимағандықтан тәнге жұмыс істеп отыр да. Сонда Шәкәрім айтады, ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр. Сол нұрды тән қамшын жан жұмсап жүр. Тағдырдың қиын сырлы сиқырымен жан тәнге, ақыл жанға матаулы тұр. Жан тыныштық таппайды тән қамын жеп. Тән бұзылса тұрағым бұзылар деп. Ыстық, суық, аштықтан сақтау үшін. Зұлымдықпен айланы қылады сеп. Сөйтіп, ақыл бере алмай адал көмек. Зұлымдықпен адамды адам жемек.
бүкіл зұлымдық осы тұрған сөз. осыдан туады. Ақыл адал көмек бере алмай тұр. Егер ақыл біздің тәніміз үшін жұмыс істейтін болса, ол арам көмек екен ғой. Алдау, махинация. Махинация, коррупция осының бәрі. Көрдіңіз бе? Ал керісінше мысалы, неге? Өйткені тән бұзылар деп, тұрағын бұзылар деп жан ашиды. Жан жаңа тыныштық таппайды. Ал енді еріксіз жанға матаулы тұрған ақыл жанға жан ашып, ол да тәнге жұмыс істей бастайды екен ғой. Сонда ғой. Сөйтіп адам әлемге болар жау дейді. Иә. Ем тапса, ешкімді қоймайды сау дейді. Жер білсе адамның бұл қылығын үстінен бәрін төгіп тастар еді. Шынымен де төгіп тастар, шында төгіп жатыр қазір. Мысалы, мына Гавайи аралдарында, мына қайда Таиландта, иә? Болып отқан зілзалалар, жер сілкіністер ғалымдар айтып отыр. Бұл киттердің жаңағыдай, дельфиндердің жаңағы мұхиттарда қырылуы, ол адамның шексіз зұлымдығынан табиғат сол негатив энергияға шыдамай кәдімгідей тулап жатыр да, үстінен адам жер сілкіністер, соғыс болған жерде міндетті жер сілкінісі болады. Зина мен жаңағыдай бұзылғандық етек алған жерде цунами пайда болады. Сонда ақыр заман дегеніміз ол жаңағы табиғаттың катаклизм емес екен. Ақыр заман адам бұзылғанда адамның жаман ойына табиғаттың өзі шыдай алмайды екен ғой. Міне сонда осы шәкәрім айтып отыр. Сонда енді қазіргі кезде көп адамдар сонда Сұлтанмахмұт қандай дінді? Дін деген өтірікке наным деген. Ол жалған бояулы дінді жоққа шығарып отыр да, бірақ шын дін бар. Бірақ шын дін табу үшін кім айтады? Сұлтан, ол үшін ғылым керек дейді. Иә. Ғылымсыз табылған дін дейді, ол бояулы дін дейді. Ондай дін дейді, өтірік дін дейді. Сонда Абайда айтады ғой, ғылымсыз дейді, оқыған намаз, ғылымсыз ұстаған ораза, ғылымсыз болған кез келген ғибадат, ғылымсыз болған қажылық еш ғибадат орнына жүрмейді дейді. Тіпті ғылымсыз ақиретте жоқ дейді. Сонда шәкәрім айтып отыр. Қорытындылай былай дейді. Таза ақылмен таппаған дін дейді. Таза ақылмен. Яғни таза ақыл деп не айтады? Нәпсінің зынданынан құтылған ақыл. Нәпсінің зынданынан шығып үлгерген ақылды жан. Яғни өз-өзін билейтін. Абайда бір сөз бар жаңағыдай, бойды билеу деген. Бойды билеу деген өз нәпсін дегерген кезде ғана ақыл бостандыққа шығады екен да. Сөйтіп ақыл жаңағы арам көмекті тоқтатып, енді адал көмек. Яғни ақиқатқа жету, шынды табу, жанның өзінің осы өмірге келгендегі пайдасын табу жолына жұмыс істей бастайды екен. Сонда шәкәрім айтады. Таза ақылмен таппаған дін дейді. Шын дін емес дейді. Жындылық дейді. Қармалаған бір соқырсын, өлген оймен көз құлақ дейді. Өлген, көздің құлақ өлген. Өлген оймен көз құлақ дейді. Ол Абай шәкәрім мынау бастағы көзді айтып отқан жоқ. Бастағы құлақты айтып отқан жоқ. Ол ойдың көзі болады екен, ойдың құлағы болады екен ғой. Сол адам ойдың көзін ашып алмаса, мынау бастағы көз, шәкәрім айтады, ашық. Бастағы көз, құлақ бәрі алдайды дейді. Олар алдайды. Егер адам мына дінді бастағы көзбен қабылдаса, қазір кейбір адамдар бар ғой, көзіме көрсет, сонда ғана сенем дейтін де. Қайда деп? Қайда деп. Ол негізінен жүрек көзі ашылмағандығының белгісі. Өйткені ол Құдайды рационалды тану мүмкін емес. Жаңағы суық ақылмен. Сезіммен де тану мүмкін емес. Сонда Абай айтады, ашық айтады. Ақыл мен хавас дейді. Хавас, ақыл деп отырғанда рационалды ақыл, хавас сезім. Эмоция, сезім. Жаңа бар ғой, сезімге негізделген Европадағы ғылымдар. Тек қана жаңағы Аугюст Конттың жаңағы позитивизмі. Сезілген нәрселер бар, қалғандар жоқ. Соны айтып отыр. Сонда Абай айтады, ақыл мен хавас барлығын, Құдайдың барлығын. Көп адам түсінбейді бұл. Не барлық ол? Ақыл мен хавас барлығын, Құдайдың барлығын дейді. Білмейдір дейді. Жүрек сезедір. Жүрек сезеді. Мүттәкалим мен мәнтиқин бекер босқа езедір дейді. Мүттәкалим дегеніміз жаңағы Құдайды ақылмен танимын деушілер рационалды. Ал мантық логикамен танимын дейді. Сонда Құдай
жүрек. Сол жүрек сезеді екен ғой. Сонда ол жүрек деген не? Қазақтағы ол жүрек дегеніміз рухани жүрек, ол жанды. Жан. Сонда Шәкәрім айтып отыр ғой. Жанға көнсем дейді. Иә. Жан иесі Тәңірге де көнгенмін дейді. Сонда қазіргі кезде көп адамдар Құдайды сырттан іздейді. Машһүр ашық айтады. Біреулер Құдайды сырттан іздейді, сандалып көктен іздейді, дәнеме жоқ дейді. Құдай өзіңнің ішіңде. Өзің жанын танысаң, Құдай таныған дейді. Сонда түптеп қорытындыға келсек, әр адамның бойында үлкен күш бар дейсіз ғой. Өзінде. Біздің ішімізде, біздің ішімізде. Әрқайсымыздың. Біздің жанымыз бар ғой. Бұл өзі Құдайдан келіп тұр ғой. Иә. Сонда Шәкәрім айтады. Шын таза жан дейді. Иә. Тазалықпен Тәңірісіне бармау ол дейді. Яғни Құдай ол сенің жаныңды жаратты. Құдай өзінің бойындағы 99 көркем есімін, 8 субуте қасиетін сенің жаныңа бергенді. Бірақ олар зәрра дейді, Абай айтады. Енді оларды дамытып, кәмелетке жеткізу дейді, әр адамның өзіне ижтихатымен болады дейді. Сонда сен сол жаныңды танығаның, Құдайды танығаның. Неге? Өйткені Абай айтып отыр. Шеберді дейді, ісіне қарап танисың дейді. Саниғын сұңғатына қарап танисың. Шеберді ісіне қарап танисың. Ал Алла Тағаланың құдіреті күшті атаған ең үздік туындысы ол адамның жаны екен ғой. Иә. Сол адам өзінің жанын танып, ол ставканы біз қазір кезде үкіметке, әкеңе, шешеңе, басқа бір мемлекетке жасаймыз да? Жоқ. Айтып отыр ғой. Түптігі ұмтыл, тұрақты істерді қыл. Тұрақты істер деген қандай ол? Екі дүниеде қадірін жоймайтын істер. Яғни салих амалдар. Сондан Абай айтады, ісіңнен бір жамандық шығып кетпеу үшін Құдай Тағаланың істеген істерінде бір жамандық жоқ дейді. Бәрі кәмелат, бәрі үйлесім дейді. Сен де істеген ісіңде бір жамандық шығып кетпеу үшін сен де бір жақсылықты дейді. Өзің әрбір ісіңе бина қып ал дейді. Яғни негіз қып ал дейді. Сонда сен Құдай Тағаланың үйлесімін осы жер бетінде орнатасың дейді. Сонда бұны дінде салих амалдар дейді. Сонда екі дүниеде, сонда адам банкротқа ұшырамау үшін ақиретте. Екі дүниеде құнын жоймайтын істермен айналысу керек екен. Оны Шәкәрім тұрақты істерді қыл дейді. Яғни тұрақты істерді жан ғана таниды екен. Неге мысалы жан қуанады? Жақсылық жасасаң, яғни салих амалдар жасасаң, жан қуанады. Неге? Өйткені ол жанның азығы. Өйткені дейді Шәкәрім айтады, жан о дүниеде бәйгалатын сезіп тұр дейді. Бірақ өкінішке қарай, кәдімгі қарапайым адам білмейді ол жан ой қайдан келіп жатқанын оған. Сөйтсе, Шәкәрім айтады, ойды қайдан алғанын адам өзі сезбейді. Жанның айдап салғанын сезбесе де іздейді. Неге? Өйткені жан тап-таза, Құдайдан келген, енді сол тазалықпен Құдайға барғысы келеді. Сонда айтады, шын таза жан тазалықпен Тәңірісіне бармақ ол. Мейірім, әділет, ынсап та дейді. Азам деп тұр бұлақ дейді. Мынау адам мейірімді, әділетті және ынсапты болса, адамның жаны Құдайдың бүкіл ол Құдайдың үйлесіміне дәл келген кезде Құдайдың бүкіл ақиқаты сенің аузынан бұлақ болып ағады екен ғой. Өзіне. Иә, кәдімгідей. Өйткені Құдайдың өзінің уәдесі бар екен. Машһүр айтады, кімде-кім өзінің жанын таза сақтаса, мен оны ғалым қылып жіберемін. Және оның жүрегіндегі бүкіл даналықты аузынан бұлақ қылып ағызам деген Құдайдың уәдесі бар екен. Ол Жалалиддин Румидің Мәснауи деген кітабында жазылған дейді. Соған сілтеме жасайды. Иә. Тақтурми. Жақсы, бәрекелді ағайын ендеше. Енді жаңа басында айтып отыр, Шәкәрім үлкен қазына, үлкен біздің жетпей жүрген биіктік қой. Осындай тамаша бір Шәкәрімнің кішкентай қырмызын ашып беруіңізге рахмет. Алла Шәкәрімге сұхбатымыз жалғасады деп сенемін. Алла разы болсын. Рахмет. Сізге де рахмет.